Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, өз ақыл-кеңестеріңізді айта кетіңіздер. Мен ақыл сұрайын деп едім. Не істесем болады? Мен келін болып түскеніме 4 жыл болды. 4 жыл ішінде көрмеген нәрсем болмады. Үйде атам, абысынам, қайнағам, күйеуім тұрамыз. Енем марқұм болып кеткен. Түскелі бері күн бермеді. Жаңа келін болған соң ба аңқаулау болдым. Кім не десе жүгіріп барып істеп кете беретінмін. Кебелең тіршілік сол баяғы. Күйеуім момын жуас болатын, үйдің кенжесі. Абысыным билік жүргізіп үйреніп қалған. Бәріне сол жауап береді, сол не десе сол болады. Бірақ бір өкінішті, күйеуім жолдасым мені ешқашан жақтамайды, тіпті сөзге де келмейді. Дым деп, ләм деп аузынан бір сөз де ала алмайсың. Жуас болғанда да қойдың жуас еді. Атам сөйтіп жүріп аяғым ауыр болды. Босандым, ұлды болдым. Бірақ мен 40 күн күтінбедім. Сол баяғы күйбелең тіршілік, солардың көңілдеріне шығайын, бүйтейін, сөйтейін деп. Өз денсаулығымды мүлдем ойлаған емеспін. Абысыным ең кішкентай мен түскенде 2 айлық еді. Оның да көтін жуу, үстін, кірін жуу бәрі өзіме еді. Тіпті әлі күнге дейін өзіме деген бір халат алған жоқпын. Тозып жүрген халатпен әлі жүрмін. Өзімді тым төмен орынға қойып тастағанмын. Сіздерге ақыл-кеңестеріңіз керек. Не істесем болады? Қалай бұл негативтен шықсам болады? Ал өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.